Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге денсаулық арнасы. Бүгін сіздерге холестеринді азайтудың бірнеше жолдарын ұсынамын. Холестерин ағзаның бір қалыпты жұмыс істеуіне пайдасын тигізетін құрамдас бөлік болғанымен, оны артық пайдалану артериялық тамырлардың ішіне майлы заттардың жиналып, жүректің ишемиялық ауруының қауіп-қатерін арттыратыны белгілі. Қандағы холестеринді қалай азайтуға болады? Біріншіден, холестеринді азайтудың ең қарапайым және қолжетімді түрі диета болып табылады. Ол үшін тамақ рационындағы тәтті және майлы тағамдарды алып тастап, ұйықтар алдында тамақтанбау қажет. Холестериннің негізгі көзі жануарлар өнімі болып табылады. Сондықтан оларды тұтынуды азайту немесе құрамында холестерині аз өнімдерді пайдаланған жөн. Майсыз сүзбе тұтынып, майсыз сүт ішіңіз. Жұмыртқа пайдалануды да шектеу қажет. Аптасына 2 жұмыртқа тұтыну жеткілікті. Майлы етті бұзау, тауық етімен алмастыру қажет. Рационыңызға майлы теңіз балығын қосыңыз. Теңіз балығындағы қанықпаған май қышқылдары қан тамырларын тазартуға және оларда холестерин туындауының алдын алады. Дәл осы қасиеттер теңіз өнімдерінде де бар. Теңіз орым жапырағын көп тұтынғаныңыз пайдалы. Брокколи, қырыққабат пен пияз жеуді ұмытпаңыз. Олардың құрамында холестеринді төмендетуге қажетті элементтер бар. Холестерині жоғары адамдар үшін күнбағыс, жержаңғақ, соя және зәйтүн майлары өте пайдалы. Сондай-ақ холестеринге қарсы зығыр майының да әсері бар. Жақында ғалымдар күніне 70 грамм бадам жеу холестериннің деңгейін төмендету мүмкіндігіне ие екенін дәлелдеді. Жидектерді көбірек жеңіз, себебі олардың құрамында салицил қышқылы болады. Олар қандағы холестерин деңгейін төмендетеді және қанның ұюына жол бермейді. Күніне 3 түйір сарымсақ жесеңіз, қаныңыздағы холестерин деңгейі 15%-ға дейін азаяды. Ол тек жаңа піскен сарымсақ болу керек. Және де жаман әдеттерден аулақ болыңыз. Күнде таңертеңгілік жаттығу жасауды ұмытпаңыз. Құрметті көрермендер, видеомның 70% көрермені арнама тіркелусіз қарайды екен. Қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, лайк басып қолдап кетулеріңізді сұраймын. Алда әртүрлі қызықты деректер мен денсаулыққа пайдалы ақпараттар ұсынатын боламын.